Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Біз бүгін сіздермен дәл осындай аптап ыстықта ішуге жарайтын сусындардың бірі, дәл осындай салқын көжені жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен таза ыдысымызға дәл осылай қажетті мөлшерде бидайымызды және де сары жүгерімізді салып алатын боламыз. Және де осының үстіне өте қайнап тұрған суды құйып, бетін жауып бұқтыратын боламыз. Бір шама уақытқа қойғаннан соң бидай мен жүгеріміз ісініп, суы тартылады. Сол уақытта қазанымызды отқа қойып, салқын суымызды қажетті мөлшерде құйып, осылай жүгерлерімізді рет-ретімен сала бастаймыз. Татымына қарай тұзымызды салып, және де бір қайнағаннан соң бетіндегі көбігін сүзіп алатын боламыз. Дәл осы салқын көжені жасауға кеңес беремін. Дәмі өте керемет және де аптап ыстықта шөліңізді қандыратын сусындардың бірі болып табылады. Міне дәл осындай салқын көжеміз пісіп салқындады. Және де ең маңызды сәті айран қосу сәтіне келеміз. Айранымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сатылымдағы көжеден артық болмаса кем түспейді. Өте керемет көжелердің бірі болып табылады. Дәл осы көжені жасауға кеңес беремін. Жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған көжелерімізді құйып, дәл осылай ұсынсаңыздар болады. Кез келген адамның тәбетін ашарлықтай көженің түрі. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.